Қазақстанда қанша адам ағза алмастыруға мұқтаж? Бірыңғай күтіп арағында ағзаға мұқтаж адамдардың саны, мысалы, бүйрекке 3025 адам, жүрекке 148 адам, бауырға 150 адам, өкпеге 16 адам, және де 3 адам өкпе жүрек кешенін ауыстыруға мұқтаж. Елімізде мәйіттік донор мәселесі қалай? Миы өлсе, ол адам органдарға трансплантацияға алуға болады деген. Бірақ 90-95% туыстары келіспейді. Бауыр доноры болғандардың бүгінгі күйі қандай? Осы өмірге келгеннен кейін жақсылық жасау керек қой бұл өмірде. Сонымен өзім ойлаймын, осылай сынақ бергенге қуанамын да. Бірнеше минуттан кейін диагноз бағдарламасынан тамашалаңыз. Мен ең алғаш рет осы циррозбен ауырып қалған кезде 23 соңғы қоңырау болды, 24-ті мен кабинетімде табель толтырып отырдым, менің дене қызуым 40-қа дейін көтеріп. Анарда бауыр циррозы 2019 жылы мамырда анықталған. Ауруханаға түскен сәтте оның ауруы әбден асқынып кеткен. Анарда аман алып қалудың жалғыз жолы трансплантация еді. Осы тұста елімізде ағза алмастыру тек 2 жолмен жасалатынын айта кеткен жөн. Бұл мәйіттік трансплантация және туыс донордан жасалатын трансплантация. Таңғы 8-де жаңа Дускалиев звондайды. Анар осылай Япониядан жіберген, шетелге жіберген қағаз келді. Салтанаттық сәйкес келді деп. Енді салтанатқа айту деген айта алмайды екенсің. Ойламағанбыз ғой мүлдем. Салтанат деп мүлдем олай Мен өзім қарастырмағанбыз. басқа операцияға дайындап жүргем негізі. Бетім ауыратын троничный нервпен. Сол операцияға уже документ бәрін дайындап қойғам. Аяқ астынан уже сестрам ауырып қалды да. Сосын осылай бауыр іздеу керек болды. Врач айтты, осы 3 айдың ішінде или 6 ай ары кетсе, тауып тез операция жасау керек деді Анарға. Кейіпкеріміз көп балалы отбасыдан шыққан 7 қыз бір ұл. Солардың арасында 3 сіңілісінің тіндері ағза алмастыруға сәйкес келген. Бірақ солардың ішінен Салтанат есімді сіңілісі ғана донор болды. Қорыққан жоқпын, бір аллаға тапсырдым, бәрі жақсы болатын сездім мен. Маған да ішкі жан дүнием бәрі жақсы болады деді. Екеуміз неге барғандай болдық, не? Ойнап күліп келгеніміз больницаға ешкім бармайды екен. Біз позитивпен бардық. Түсіміз сияқты өтіп кетті ғой. Мен бірақ асында енді жаңа сен бересің дегенде мен балаларымды ойладым. Бірдеңе болып қалмаса ол да 3 балам артында қалып қалмаса екен. Ағам прикол ұстайтын. Сен бауырың бейт бұрып тұр ғой, енді сен бересің деп. Первый это донор. Туыстық трансплантация жасағанда донордың өмірі бірінші сатыда тұрады. Егер оған қауіп төніп тұрса, біз операция жасамаймыз. Содан кейін ғана реципиенттің жағдайы. Абырой болғанда Қазақстанда трансплантациядан ешқандай донор зардап шеккен жоқ. Анарға донордың бауырының 60% салынды. Операцияның өзі сәтті өтті. Донордың да реципиенттің де жалпы жағдайы жақсы дейді мамандар. Туыстық трансплантацияның ерекшеліктері көп, өйткені ол бір жағынан енді донор ғой, жаңағы беретін бауырды беретін адамды аман алып қалу керек, сосын кейін оны бауырды салған кезде реципиентті аман алып қалу керек. Сондықтан екі өмірмен күресеміз. Әсіресе донордың өмірі ерекше, өйткені ол денсаулығы жақсы ғой, 100% денсаулығы жақсы, ауырмаған адам, оны өмірі ең бірінші алдыңғы қатарда тұрады. Ал донор болған Салтанаттың бауыры қайтадан қалпына келіп, ол биыл 4-ші баласын дүниеге әкелді. 2019-да болдық бұл операция. Мен бауырым уже өсіп қалмаймын, жетілді. Трансплантациядан кейін я өкпелі болдым осы январдың 6-сы күні. Кішкентай бейбарыс деген ұлым бар. Есть такие предрассудки. Егер сен донор болсаң, өмір бойы диета сақтап, спортпен айналыса алмайсың деген жансақ пікір бар. Шын мәнінде олай емес. Донорларды таңдағанда ол болашақта операциядан соң толыққанды өмір сүре алатындай адам алынады. Донордың жағдайы тез қалпына келгенімен реципиентте түрлі асқынулар болуы мүмкін. Мысалы, біздің кейіпкеріміздің өт жолдарының жұмысы бұзылған. Салдарынан былтыр жазда денесі сарғайып бөртіп кеткен. Сондықтан Анар Жанділдина қазір арнайы дренажбен жүреді. Дренаж былай, мына жерде мен орналасқан. Перевязка жасап тұрам өзім. 2 ай сайын ауыстырасыз? 2 ай сайын дәрігерлер ауыстырады, өйткені міне. Мына жер мен қазір бітеп қойдым, негізі бітемеу керек бұны. Бұл жын шлангымен не істейді, шығып тұрады сыртқа. Ал дәрігерлер бауыр трансплантациясынан кейін мұндай жағдайлар жиі болатынын айтады. Вот это осложнение, это билиарная структура. Бұл бауырдың билиарлық жүйесі, яғни сіз өт жолдарын тіккенде ол жер жіңішкереді. Туыстық донордан трансплантация жасағанда мұндай асқынулар жиі кездеседі.
Біз тәжірибе алмасу кезінде Корея, Беларусь, Жапонияда да осындай проблеманың бар екенін көрдік. Қазір кейіпкеріміз елордадағы номері 58-ші мектеп гимназиясында бастауыш сыныптарға сабақ береді. Ол өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі. Сұйықтық жиналды, одан кейін жаңа жилищный протоктарым дұрыс болмады. Сол енді әлі мәселе бар, енді Алла қаласа жоспарда бар, алдағы уақытта. Жаз айында енді өзім қазір мектепте қызмет еткеннен кейін өмір болғаннан кейін бір жерде тұрмайсың, ауру деп жата бергенде болмайды. Сондықтан да мен өзі позитивный адаммын, жұмысқа шығып, кішкене көңілім ауланып, ортаға бейімделіп істеп жатқан жайым бар. Содан кейін қазір жазда отпускіге шыққанда жоспарда негізі бар. Өт жолдарының жұмысын реттеу үшін Анарға тағы бір операция жасалуы мүмкін. Ол дренажды ішке орналастыруға бағытталған ота. Мен дер кезінде жасаттым, өйткені мен циррозды қалай байқадым, сразу жасаттым. Донор табыла қалды сіңілім. Ал қаншама жандар бар, мысалға, кезегін күтіп отқан, кезегін күте алмай өмірден өтіп кетіп атқан. 2021 жылы ағза алмастыруға кезекте тұрған 273 адам көз жұмды. Ал күту парағындағы науқастардың саны күн санап көбейіп келеді. Бірыңғай күту парағында ағзаға мұқтаж адамдардың саны, мысалы, бүйрекке 3025 адам, жүрекке 148 адам, бауырға 150 адам, өкпеге 16 адам, және де 3 адам өкпе жүрек кешенін ауыстыруға мұқтаж. Осы күту парағындағы адамдардың жалпы саны 3342 адам. Оның ішінде 101-і балалар. Ағза алмастырудағы маңызды міндеттердің бірі трансплант үйлестірушіге жүктелген. Олар трансплантацияға мұқтаж адамды тіркеуден бастап, донор табуға дейін бәрін реттейді. Бірақ Қазақстанда трансплант үйлестірушілер саны өте аз. Науқастардың донорлық ағзаны жылдап күтуінің бірден-бір себебі осы дейді сала мамандары. Ең басты мәселе ол ағза жетіспеушілігі. Қазақстанда бүгінгі таңда трансплантация саласының инфрақұрылымы қалыптасқан. Оның ішінде, мысалы, операция жасалатын трансплант орталықтары бар. Тиісті медициналық жабдықтармен және кадрлармен қамтамасыз етілген. Тіндік сәйкестікті анықтайтын зертханалары бар, санитариялық авиация бар, және де донорлық ұйымдар бар. Осы тізбектің бір буыны бүгінгі таңда тиісті назарсыз қалып отыр, ол трансплантация үйлестіру мәселесі. Трансплант үйлестірушінің міндетіне ақпараттық түсіндірме жұмыстары, бірыңғай күту парағын құрастырып жүргізу кіреді. Қазақстанда бүгін трансплант үйлестірушілер өте жетіспейді. Қаншадан бар бізде? Қазіргі таңда Қазақстанда 47 адам ғана жұмыс істейді осы бағытта. Және тағы да бір айтатын мәселе, ол Қазақстанда осындай мамандарды дайындайтын орталықтар жоқ бүгін. Осы жұмысты жандандыру жөнінде біз жұмыс атқарып жатырмыз. Айта кетейін, жүйелі жұмыстардың ең маңыздысы ол трансплант үйлестірушінің жұмысын кәсібилендіру. Ол дегеніміз денсаулық сақтау министрлігінің дәрігерлер тізіміне хирург, гинеколог тәрізді дәрігерлерінің қатарына трансплант үйлестіруші деген дәрігер енгізілді. Орталық өкілінің айтуынша, бұрын бұл мамандарды Латвияның Рига қаласында дайындаған. Бірақ пандемияға байланысты қазір ондай мүмкіндік жоқ. Аймақтарда, мысалы, 40 донорлық ұйым бар. Соларда адамның бас миының бір жола семуін анықтайтын, тұрақты түрде жұмыс істейтін комиссиялар құрылды. Және де жергілікті денсаулық сақтау басқармаларының бірінші басшыларының бір орынбасары осы ағза донорлығын дамыту мәселелері бойынша жауапты ретінде бекітілді. Донор болу қиын емес, бірақ бұл жауапты іске бел буы қиын. Дүниеден өткен соң донор боламын деген кез келген Қазақстан азаматы егов порталы арқылы тіркеуге тұра алады. Ол жабық ақпарат, яғни сырт көзден қорғалған, және донор боламын деген адам туралы ақпаратты ол қайтыс болғаннан кейін тек республикалық деңгейдегі трансплант үйлестіруші ғана көре алады. Қазақстанда ешқашанда ағза мәйіттік донорлығында, мәйіттік ағзалық донорлығында қылмыстық істер тіркелмеген. Сондықтан жаңағыдай ағза сатып алу мәселелері, жаңағы дәрігерлер заң бұзу деген оның бәрі орынсыз. Қазіргі таңда арнайы регистр жұмыс істейді. Онда адамдар донор болуға келісім береді, немесе бас тартатыны туралы жазады. Үйлестіру орталығының мәліметінше, осы регистрда 15 мың адам тіркелген. Сол 15 мың адамның 13,5 мыңы донор болудан бас тартқан, және тек 1,5 мыңы ғана келісімін берген.
миы өлсе, ол адам органдарға трансплантацияға алуға болады деген. Дүниежүзіндегі ол өзі қалыптасқан протокол сондай. Ондай адамдар әрине бар, бірақ 90-95% туыстары келіспей, сосын кейін еріксіз ала алмай қаламыз. Трансплант үйлестірушінің басты міндеттерінің бірі ми қызметі тоқтаған адамның жақындарымен сөйлесіп, оның органдарын трансплантацияға пайдалануға рұқсат алу. Бірақ бізде көп жағдайда науқастың туыстары бұған келіспейді. Мен осы эфирді пайдаланып сұрайтыным, біздің отандастарымыздан трансплант үйлестірушілердің жұмысы өте күрделі, қиын болып табылады. Әрқайсысының қолынан келе бермейді осындай жұмыстар, сондықтан бұл кісілердің жұмысына түсінікпен қарауын сұраймын. Трансплантациядағы ең басты проблема бұл ағза жетіспеушілігі. Сарапшылардың айтуынша бұл мәселені трансплант үйлестірушілердің санын арттыру арқылы шешуге болады. Адамның бас миы бір жола семуін растаған болса, тек сол уақытта ғана трансплант үйлестірушіге сол ақпарат жеткізіледі. Ол ақпарат тікелей туыстарына және трансплант үйлестірушіге бір кезеңде жеткізіледі. Сол кезде трансплант үйлестіруші біз тексереміз. Егер де ешқандай ақпарат жоқ болса, онда және туыстармен әңгімелесеміз. Сол кезде рұқсатын алуға біздің трансплант үйлестірушілер тырмысады. Мәйіттік донорлықты дамытып қайтыс болған адамның туыстары ағза алмастыруға келісім беру үшін дәрігерлер шетелдегідей ынталандыру шараларын енгізуді ұсынады. Бірінші, ми қызметі тоқтаған адамның отбасына көмек беру, екінші, сол адам жатқан ауруханаға үкімет тарапынан қолдау көрсету. Очень большая проблема. Қазақстанда мәйіттік донорлық үлкен проблема. Трансплантацияның осы түрі бойынша жылына 1-2 операция ғана жасалады. Өйткені ағза жетпейді. Бұл Азия елдеріне тән проблемалардың бірі. Өйткені қайтыс болған адамның туыстары ағзаны алуға рұқсат бермейді. Ал донор тауып, керекті органын алмастырған азаматтарды жыл сайын тексеруден өтіп, мүгедектікті растау мәселесі мазалап отыр. Енді осы операция трансплантация жасағаннан кейін группаға құжат тапсырып, инвалидность екінші группа маған тағайындалды. Енді осы тағайындалғанда көмек үкіметтен аламын, пенсия 105 мыңдай аламын ай сайын. Енді осы бір өкініштісі 1 жылға береді. 2 ай сайын дренаж ауыстырамын, мен сонда 1 жылда 6 рет больницаға жатамын. 1 жылдан кейін тағы да бізді қарай, денсаулығымыз қалай, бұрынғыдан жақсардық па, бірақ осы 1 жыл сайын беруі ыңғайсыз, өйткені мен ойлаймын, орган ауыстыру қанша дегенмен бұрынғы денсаулыққа жетпейді ғой. Сондықтан да ең құрымағанда 3 жылда бір растасақ. Қазақстанда ағза алмастыруға барлық жағдай жасалған. Әлемдік талаптарға сай келетін трансплантация туралы заң. Трансплантациялы орталықтары бар, үйлестіру орталықтары бар. Бірақ ел азаматтарының ағза алмастыруға деген көзқарасы әлі де теріс. Сондықтан дәрігерлер осы бағытта қоғам болып бірігіп жұмыс істеуге шақырады. Қазіргі таңда бізде күту парағында 150-155 адам тұр. Жаңағы цирроз печенмен, бүйрек бойынша әрине көп, 2000 ба 2500 адам тұр. Бауыр трансплантациясына 152 адам. Бұл енді 152 адам өте ауыр жағдайда. Туыстық донорлықтың тәуекелі көп. Трансплантацияның бұл түрінде дәрігерлер 2 адамның өмірі үшін жауап береді. Бұдан бөлек, мәйіттік трансплантацияға қарағанда туыстық трансплантациядан соң асқыну көп болады. Себебі бауыр немесе бүйрек ауыстырғанда донордан органның бір бөлігі ғана алынады. Если с донором что-то случится, это у этого центра забирают лицензию во всем мире. Егер трансплантация кезінде донор қайтыс болса, орталықтың лицензиясын алып қояды. Өйткені дені сау адам ғана донор бола алады. Сондықтан оның операция үстелінде өмірден өтуі орталық жұмысына және дәрігердің кәсібилігіне күмән туғызады. Осы тұста мәйіттік донорлықтың артықшылығы басым. Біріншіден, адам қайтыс болғаннан кейін ағзасы алынады, яғни оның өміріне алаңдамаймыз. Екіншіден, асқыну аз болады. Өйткені органды тұтастай алып, науқасқа саламыз. Мәйіттік донорлық туралы айтқанда дәрігерлер Иранды мысалға келтірді. Ислам дінін ұстанатын ел болғанына қарамастан, онда мәйіттік донорлық Қазақстанға қарағанда жақсы дамыған дейді мамандар. Трансплантация, по сути, это как двигатель прогресса. Трансплантация бұл даму, бұл жаңа технологиялар. Медицинадағы мамандардың жаңа тәсілдерді игеруі. Анестезиолог басқаша жұмыс істейді. КТ, МРТ дәрігерлері ультра дыбыстық зерттеу басқаша жүреді. Түрлі процедуралардың деңгейін көтереді. Жалпы елдегі трансплантацияның дамуына қарап, медицина деңгейін бағалауға болады. Осы бауырын беру,
адамдар қазір тіпті бермек түгіл ондай ойды да қабылдай алмай жатыр ғой. Сондықтан да осындай беріп жатқан адамдар кішкене азғантай бір көмек берсе үкімет деген деймін да. Өйткені бәріміз қарапайым семьядан шыққан жандармыз. Егер донорларға материалдық сыйақы берілетін болса, бұл операциялардың моральдық мәні қалмайды, дейді дәрігерлер. Өйткені әркім өз пайдасын іздейтін болады. Ал донор болып ағза алмастыруға келіскен адамның ниеті таза болуы маңызды. Мы, врачи, нам охота оперировать, помогать людям. Біз дәрігеріміз, біз трансплантация жасап адамдарға көмектескіміз келеді. Донор таңдау мәселесіне араласқымыз келмейді. Онымен арнайы комиссия жұмыс істегені абзал. Ал бізге нақты техникалық жұмысты, операцияны қалдырғаны жақсы. Сонда алаңсыз жұмыс істей аламыз. Мысалы, Кореяда донордың несие тарихына дейін тексеретін арнайы ұйымдар бар. Бізде қалалық денсаулық сақтау басқармасы деңгейінде істейтін этикалық комиссиялар бар. Олар донорлықтың осындай тұстарымен айналысады. Жалпы донорлық деген альтруистік тұрғыдан еш қайтарымсыз жасалған жақсылықпен тең болуы керек. Трансплантация болмағанда қаншама адамдар мысалы өмірден өтіп кетті. Сондықтан біз Анар ауырмаса біз бұндай операцияның бар екенін білмейтін едік. Бауыр ауыстыру өсет дегенді де даже білген жоқпыз. Белоруссия $120 мың сайды. Бір трансплантацияға бауырдікіне мысалы $120 мың сайды. Мысалы, оңтүстік Кореяда $220 мың. $220 мың. Енді бізде жаңа ауру тарихы бізге төленеді мысалы. Біраз уақыт болды, мен енді келген кезде қараған жоқпын. Бізде 5 миллион теңге реципиентқа төленеді, 1 миллиондай теңге донорға төленеді. Туыстық трансплантация кезінде. Саланы қаржыландырудың тағы бір жолы осы мәйіттік трансплантацияны медициналық туризмге енгізу дейді мамандар. Егер орган ауыстырудың осы жолы жақсы дамыса, әрине алдымен қазақстандық азаматтарға басымдық беріледі. Содан кейін барып шетелдіктерге трансплантация жасау арқылы сала өзін өзі қаржыландырумен айналысалады. Донорлықтың дамып, жалпы трансплантацияның бір жолға қойылып, осындай күту парағындағы адамдардың саны азаю үшін бізге әлі қанша уақыт керек? Мәйіттік трансплантацияны дамытпай, мәйіттік трансплантацияны заң жүзінде, может, ары қарай бейімдеу керек пе екен, тағы да бірдеме қосымша. Ал енді туыстық трансплантация кезінде, мысалы, туыстардан 3 бала, 4 бала, 5 бала болсын, біз енді көп өтеді ғой алдымыздан. Бесеуінікі де келмей жатады. Сондай болғандықтан бізге ана мәйіттік органдар цельный келеді ғой, цельный. Жаңағыдай бөліп жарып нетпейсіз, 100% цельный келеді, сондықтан ол науқасты организм ары қарай тартып әкетеді деген үміті де жоғары. Сондықтан сол бағытты дамыту керек. Қоғамда мәйіттік донорлыққа қатысты күмән көп. Донорлар жетіспейді. Ал науқастың туыстары көмек беруге келіскенімен олардың ағзалары бір-біріне сәйкес келмеуі де мүмкін. Сондықтан ағза алмастыру кезегінде тұрғандар саны күн санап артып келеді, дейді Сандуғаш Орынбаева. У нас нет национальной программы. Бізде трансплантация бойынша ұлттық бағдарлама жоқ. Мемлекеттік деңгейдегі бірыңғай бағдарлама жоқ. Барлық бұйрық нормативтік құқықтық актілер мен кодекстерде бөліп жазылған. Осының бәрін жинап, ведомствоаралық концепция құру керек. Бұл денсаулық сақтау министрлігі, ақпарат және қоғамдық даму министрлігі мен дінтану мамандарының ортақ жұмысы болуы керек. Біздің салаға көңіл бөлсек, көңіл бөліп, және тиісті жұмыстарды атқарсақ, оған негіз берсе бізге, онда біздің азаматтар шетел трансплантация саласына тәуелді болмас еді. Және де шетелге бармас еді, іздемес еді. Осы біз Қазақстанды дамытуымыз керек. Трансплантацияны және жоғары технологиялық медициналық қызметті үйлестіру орталығының мәліметінше 2021 жылдың 9 айында Қазақстанда 125 трансплантация жасалды. 2020 жылдың осы кезеңінде 70 операция болған. Салыстырсақ көрсеткіш өскен, бірақ бұл жеткіліксіз. Өйткені күту парағындағы адамдар саны азаяр емес. Испания, Түркия тәрізді мемлекеттерде осы трансплант үйлестірушінің сандары 1000-ға жуық кейбір ақпараттарға қарасақ. Соған қарасақ, Испания мысалы соңғы 20-25 жылда көшбасшы мемлекеттердің ең бірінші орнында тұр. Сол Испанияда мысалы трансплант үйлестірушінің саны қаншама көп, соншама ағза анықталады. Осы өмірге келгеннен кейін жақсылық жасап жүр бұл өмірде. Мен өзім ойлаймын, осылай сынақ бергенге қуанамын да. Осылай бір адамға болса да бір жақсылығым тисін. Болашақта осылай мысалы ауырып жатқан кісілер болса, бауыр беруге қорықпасын. Қорқынышты ештеңке жоқ. Бәрі Алланың қалауымен болады. Жақсы нәрсе ойласаңыздар, жақсы нәрсе келеді.